Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 7-ші сабақ. 27-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқып, не туралы екенін анықта. Ат қой. Ал енді балалар мәтінді оқимыз. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ. Тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауын құртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Мәтін ол кім, бұл не кітабынан алынған екен. Ал енді балалар мәтінге тақырып қойып, оның не туралы екенін анықтайық. Мәтіннің тақырыбын біз қызғыш құс деп қойсақ болады. Ал мәтінде қызғыш құс туралы айтылған екен. Әрі қарай мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жазыңдар. Ал енді мәтін жоспар құрастырып көрейік. Бірінші, қызғыш құстың ерекшелігі, екінші, оның қоректенуі, үшінші, қызғыш құстың пайдасы. Ал енді осы біз құрған жоспарды пайдаланып, мазмұндама жазып көрейік. Қызғыш құс далалы жерде мекендейді. Оның түсі қара жасылдау, бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ, тұмсығы қысқа. Қызғыш құс жауын құрт, қоңыз, шыбын-шіркейлермен қоректенеді. Қызғыш құс зиянды қоңыз, шыбын-шіркейлерді жеу арқылы табиғатқа пайдасын тигізеді. Балалар, сендер де осы сияқты жоспар құрып, жоспар негізінде мазмұндама жазсаңдар болады. Әрі қарай 28-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Үкі. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Мәтін Қазақстан құстары кітапшасынан алынған екен. Ал енді балалар, оқығандарың сипаттау мәтіні екенін дәлелде, оған ат қой дейді. Балалар, мәтіннің тақырыбын үкі деп қойсақ болады. Бұл мәтін сипаттау мәтіні, өйткені мәтінде үкіні сипаттап жазған екен. Әрі қарай. Жыртқыш құс, үкінің түр-түсі, оның пайдасы. Бұл жоспар балалар. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талда. Жыртқыш құс жоспарындағы жыртқыш құс туралы мәтінде айтылған. Үкінің түр-түсі туралы айтылған. Оның пайдасы мәтінде ол туралы айтылмаған. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талдадық. Қай бөлік жазылмаған? Әрине, оның пайдасы бөлігі мәтінде жазылмаған екен. Ал енді осы соңғы бөлікті құрастырып айт дейді. Өзіміз осы үкінің пайдасы туралы мәтін құрастырып айтуымыз керек екен. Үкілер егінді түрлі кеміргіштерден қорғайды. Соның ішінде бірнеше айда мыңдаған дала тышқанының көзін жояды. Үкілер әлсіз және ауру құстарды да жояды. Олар зиянды жануарлардың санын азайту арқылы адамзатқа үлкен пайда келіп, табиғи тепе-теңдікті сақтайды екен. Балалар, мұқият естеріңе сақтаңдар. Келесі шығармашылық үзіліс 29-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Баласын тізіп соңына сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына кім біледі? Үйректі. Жұмбақтың шешуі үйректі, яғни үйрек. Авторы Нұрғали Оразұлы. Жұмбақтың жауабы үйректі сөзі. Келесі 30-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы. Бір үйрек балапандарымен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап, балапандар шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр. Арқасымен құлапты, қалай бұлқынса да тұра алмайды. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасы мен балапандарға қарай жүгірді. Мәтін жыл 12 ай журналынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындайық. Мәтіннің өзің қалаған бөлігін көшіріп жаз, оған ат қой дейді.
Балалар, мен соңғы бөлікті көшіріп жаздым. Мәтінге үйректің балапаны деп ат қойсақ болады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасы мен балапандарға жүгірді. Сендер де өз қалаған бөліктеріңді дәптерлеріңе көркем етіп көшіріп жазып алсаңдар болады. Келесі, егер біз осы жаттығу мен 29-шы жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік? Балалар, бірінші 29-шы жаттығудағы жұмбақтың мазмұны бойынша мультфильм түсіретін болсақ, біз оны бір кадрмен көрсетсек болады. Ал 30-шы жаттығудағы мәтінді бірнеше кадрмен түсіріп, көрсетіп мультфильм жасауға болады екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.